Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сондай жеңіл әрі оңай фруктовый салат дайындайық. Бізге осындай жеміс-жидектер қажет болады. Мен банан, мандарин және де киви алма алдым. Барлығын осылай дәл видеодағыдай жасасаңыз болады. Көріп тұрғаныңыздай ұсақтап, түрпіштеп турап шығамыз барлығын. Одан соң тарелкамызға, ыдысымызға кез келген ыдысты алып, осылай әдемілеп кезек-кезек салып шығамыз. Алма, оның үстіне мандарин салдым, одан бананды. Болғаннан соң мен творог пен йогурт алдым. Екеуін жақсылап араластырып, творог пен де изюммен, бұл әрине міндетті емес, қалауынша. Екеуін жақсылап араластырып, жаңағы жеміс-жидектеріміздің үстіне құятын боламыз. Дәмі өте күшті, керемет шығады. Міндетті түрде жасап көру кеңес берем. Ерекше дәм береді. Ең соңында осылай кивимен әсемдейтін боламыз. Баршаңызға ас болсын. Егер де сізге ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.